Балалар, сіздердің алдарыңызда екі жиын беріліп тұр. N жиыны және K жиыны. Енді N жиынының ішіне сіздер бір таңбалы жұп сандарды жазып шығасыңдар. Бір таңбалы жұп сандар жиынын. Ал K жиынының ішіне үшке бөлінетін бір таңбалы сандарды жазып шығасыңдар. Енді байқап отырсаңыздар, N жиыны мен K жиынының ортасында қиылысу пайда болды, иә? Осы қиылысуына біз қандай сан жазуымыз керек? Ойланамыз, яғни N-ға да және K жиындағы сандарға да ортақ бөлінетін сан қандай сан? Соны анықтайсыңдар. Енді төменге қараңыздар. Мына жерде N жиын деген белгі былай салынады. N жиынында тұрған сандарды өсу ретімен орналастырып жазып шығасыңдар. K жиында орналасқан сандар жиынын өсу ретімен орналастырып жазып шығасыңдар. Мына жерде екі жиынға да ортақ санды анықтап табасыңдар.